Сәлем достар, Айсток абортанасына қош келдіңіздер. Қалайсыздар? Және де біз бүгін жаңадан сериал шығарамыз. Тақырыбы бай отбасы. Сіздер бұны бастамас бұрын тіркеліп, лайк басып колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ал енді біз бастаймыз. Кеттік. Тағы да будильник қойып алған ба? Өзі тұрмайды шу. Аслан, тұрш. Аслан, жұмысына кешігесің қазір. Өшірсеңші будильник. Аслан. Аслан, тұрсайшы. Не болды тананасымен? Жұмысына кешігесің. Өзің будильник қойып аласың да, бізді оятып, өзің оянбайсың. Енді кешір. Әдейі емес қой, жұмысқа барайын деп қойдым да. Жарайды, жүрші, тамақ жейікші. Я, тамақ жейік, құрсын. Кеттік, жүр. Сәуле қызметші дайындап қойған шығар. Астыға барайық. Сәуле дайындап қойдың ба? Я, ханым дайындап қойдым. Айша қайда? Оны оятқан жоқпын. Не оятпайсың? Оятпа қой, мен өзім жұмысқа барар кезде оятса. Жақсы. Түсіндір, тамақ жейік. Бар ғой, Аслан. Неме бізге шопинг жасау керек, құрбым екеумізге. Тағы басқа нәрселер алу керек. Соған бір ақша аударып қойшы картаға. Жақсы, аударып қоям. Жарайды. Так, Сәуле, мына жерді жинап қой, ұқтың ба? Үйдің түккен жина. Жарайды ма? Ет болып жатпысын. Я, жақсы, ханым. Жарайды, мен кеттім жұмысқа. Мен де кеттім. Мыналарды жинап тастайын тезірек, а то ұрсып жүрер. Так. Күнде тағы да еще бөлмелер жинау керек, ол бар еще. Қызым, тұра ғой, Айша қызым. Таң атты, тұра ғой. Әкешім, қалайсыз? Қалыдан. Сіз жұмысқа кетіп бара жатсыз ба? Я, мен жұмысқа кетіп бара жатырмын. Саған картаны аударып қойдым. Ой, рахмет. Так, мен төсегім жинап тастайын. Өзіне бірден алып жерсін, ема? Жарайды, әкешім. Рахмет, люблю. Жарайды, мен жұмысқа кеттім. Айтпақшыдай. Сосын керек болса тағы да звонда. Жарайды. Жақсы, мен кеттім. Жақсы болды ғой. Ақша аударды. Енді құрбыммен шопингқа барамыз, кешік айтқанда. Осы киімді кие салайын, әдемі екен. Боянып алайыншы. Так, шашты тарап алайық. И помада жағайық, білесің. И осы тұқи алғаныма кайф болды ғой, керемет дейсі. Барып таңғасымды шейін. Ой, Сәуле ханым, сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Міне тамағын дайын тұр, сүйікті пирогын дайындап қойдым. Ой, рахмет. Сіз өте мейірімдісіз. Сүйікті пирогымды жеп алайын. О, анашым, қайырлы таң. Мен бір жерге сұрайынайын деп едім. Құрбыммен барып қайтсам шопинг. Жоқ, бармайсың, үйді жинайсың. Ұқтың ба? Не болды? Танасам мен құрбыма шопинг барсын. Мам, пожалуйста. Бармайсың дедім ба? Бармайсың, ұқтың ба? Айттым, бітті, үйді жинап қал. Мама, пышы. Бір-ақ рет қой. Бір-ақ рет деген сен кешке келесің сол. Сол керек па саған? Сосын әкене айттым. Әке өзі жібере береді ғой. Пожалуйста, барайыншы. Ей, қыз, сен де түсінбейсің ба? Жоқ деген соң жоқ.
Ұқтың ба? Шынды ғой деп мынау қыз. Өзі. Деме маған. Таныңнан мен құрбыммен шопингқа баратын не. Сен өзің жалғыз жүрсің бе үйде? Түстің алдын жол көрдік қой. Таңда кетіп кешке келдің. Енді олай демеймін. Болды, жетер болды. Өмір. Мені ешкім түсінбейді. Сені тәрбиелеп жатыр олар. Мынау ма тәрбиелегендері? Ұрсып берді. Солай болады тәрбиелеген. Жарайды, сізі демеймін. Сізге рахмет. Мен комнатама барайын. Жақсы, мен жерді жинап тастайын. Жарайды. Алло, құрбым. Алло, не болды? Көңілсізсің ғой. Шопингқа барайық деп едің ғой, а? Сонымен бара алмай, мамам жібермей қойды. Ой, күнде жібермейді екен сен. Жарайды, түсінем ғой. Келесте барамыз. Рахмет, сен өте жақсы қызсың. Пока. Жарайды, пока. Келесте барамыз. Иә. Пока. Өзі күнде осылай екен. Ладно енді. Так, мен не істесем болады? Боянып алайын ба? Боянып алайыншы. Оданшы. Құрбымды шақырайын давай. Пока что шақырмай тұрайын, боянып алайын өзім. Осы бір екінші қызмет шалу керек еді бізге. Асланға айттым, екінші қызмет. Ана Сәуле деген топас. Дым істей алмайды. Біреу повар болады, біреу пол жуады. Жақсы емес па зато, маған да жақсы. Ештеңе жумайым, рахаттанам. Кішке келсе айтпасам. Құрбымды шақырайын. Алло, құрбым. Алло, не болды? Кешке маған келіп қайтсай? Жарайды, кешке келіп қайтам қызыммен. Жақсы. Келіп қайт. Аты сағынып кеттік қой. Иә, давай онша. Кешке ұят болып жүрмесін, Сәулені шақырайын да дастархан жайын. Бірінші өзім боянып алайын. Әдемі көйлегімді кию керек. Әдемі үстел жаю керек. Сәуле. Ау, ханым, не болды? Үстелді дайындап қой. Кешке қонақ келеді маған. Құрбым келеді, ұқтың ба? Жақсы, ханым. Потом неме көйлегімді үтіктеп қойшы, әдемі көйлегім. Жарайды, үтіктеп қоярым. Ханым, міне үтіктеп қойдым. Жақсы болды ғой. Қоя салшы жерге. Жақсы, мен осында қоя салайын. Иә. Бар енді, тез жүгір, үстел дайында. Жақсы, ханым. Барайын, мен үстел дайындайын. Иә, бар. Кеш батқан сон. Кеш бұл қойыпты ғой ұшы. Бұл құрбыма звондайын жүкен жатыр ма? Алло, құрбым, кел жатырсың ба? Иә, қазір жақындап қалдық үйге. Жақындап қалдыңдар ма? Жақсы, келе беріңдер. Күтіп отырмыз. Сәуле, бер кел. Үстел дайын ба? Иә, қазір дайындап жатырмын. Жақында қаптаны құрбыларым. Тез бар дайында. Қызым, менің кешке құрбым келеді, қазір жақындап қапты. Соған қызы келеді, Ләйла ма? Иә, сол Ләйла. Соған подарка дайындап қойықтым ба? Етіп қол жүрмесін. Сол қыздың нервім ұстайды ше. Неге шақырды? Хотя бы қызын әкелмесе болмай ма? Жоқ, болмайды. Дайындап қой. Иә, жақсы. Дайындап қоярым. Мен кеттім. Үстелді дайындап жатыр екен, қарап келейін. Жақсы, мен дайындап қоя берем подарка. Осы подарканы бере салайыншы. Ойыншықтар жақсы көреді ғой. Осында қоя салайын. Нервім ұстайды, не ана қызға. Не үшін келді екен? Алдын жол телефонымды сындырды емес пе? Тиктокқа да мешать етті түсіруге. Өзі.
Ханым дайын болды үстел. Келіңіз. Дайын ба? Иә, міне әдемі. Жақсы, күтіп аламыз, соқтың ба? Иә, күтіп алайық жүр. Тезірек үстелді жайнатып қойыпсың ғой. Бүгін зарплатаңды толығымен төлейтін болам, үстелді жайнатқаған үшін. Жақсы ма? Иә, айтпақшыдай Аслан ағай звондаған, қазір келем деген. Жақсы, келе берсін, подарка ал деп айтса сол керек еді. Ладно, жүріңіз күтіп алайық. Иә, Аслан мен құрбым келеді кешке, сондайды алу керек. Кешіне сұрыш керек қой. Ой, кеш екен ғой, қазір келе жатырмын деген. Мен мынанша киініп алайын. Жақсы ма? Иә, сен барып киініп ал. Осымен біздің сериалымыз аяқталды. Екінші бөлімі күтіңіздер. Ол үшін бізге көп лайк керек. Пока-пока. Люблю, пока.